Сәлем достар, бүгін арнамызда королевский торттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұнда диаметрі 24 формада жасалынған. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағына сарысы кішкентай бөлігі болсын, түсіп кетпеу керек. Соған мұқият болуымыз қажет. Миксерлейміз. Бастапқыда баяу жылдамдықпен, сосын жылдамдығын арттыра отырып, осылай пена жасаймыз және қантты біртіндеп саламыз. Жақсылап меренгі болғанша көтереміз. Осылай көтерілу қажет, яғни ыдысымызды аударғанда ешқандай қозғалыс болмау қажет. Ұнға қопсытқышты қосып араластырамыз. Жұмыртқаның сарысына сүтті құямыз. Ақуыздың осындай кішкентай ғана бөлігін саламыз бірінші. Жаңағы сүтпен сарыуызға сосын біркелкі қылып араластырып аламыз. Барлығы араласты, енді ақуызымызды түгел саламыз. Және үстінен астына қарай жұмыртқамызды отырғызып алмай араластырамыз. Осындай біркелкі болып араластырып аламыз барлығын, және онмен қопсытқышты 3 этапқа бөліп саламыз. Астынан үстіне қарай араластырамыз. Сонда біздің бисквитіміз отырып қалмайды, өз формасын ұстап тұрады. Массамызды 3 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Бірінші барлығын өлшеп алдым. Сосын 3-ке бөліп, 3 ыдысқа бөлеміз. Осы жолы мен 24-тік диаметрі 24-тік форманы пайдаландым. Ал осы берілген мөлшермен 22-лік форманы пайдалансақ, кішкене бисквиттеріміз биіктеу, яғни тортымызда биіктеу болып шығады. Осылай 3-ке бөліп алдық. Енді бір бөлігіне какао саламыз. Бұл жерде бізде 5 грамм какао. Міндетті түрде ситадан өткізу қажет. Себебі комок болып, қазір араласпай қалады какао. Сол себепті міндетті түрде ситадан өткіземіз. Және егер қою деп тапсаңыз, 10 грамм сүтті қосуға болады. Жақсылап араластырып алған соң, алдын ала қызып тұрған пешке 180-200 градуста 12-15 минутқа пісіруге жібереміз. Тез піседі, себебі бұл жұқа 15-12 минутта пісіп шығады. Екінші бөлігіне мак саламыз. 20 грамм мак, және оны да астынан үстіне қарай араластырамыз.
Екінші қамырымызды да дәл солай 12-15 минут қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Үшінші бөлігімізге грек жаңғағын саламыз. Жақсылап оны да араластырамыз және кезек-кезегімен пісіріп аламыз. Кремімізді дайындаймыз. Қант ұнтағы, маскарпоне немесе творожный сыр. Екеуін араластырамыз. Екеуі біріккеннен кейін үстіне салқын тоңазытқышта тұрған сливки құямыз. Кремнің барлық мөлшерін осылай весыға санап аламыз және оны 3 бөлікке бірдей етіп бөлеміз. Неке корждарымыз дайын болды. Енді тортты жинауға кірісеміз. Бірінші слой грек жаңғағымен тортты саламыз. Пропитканы сүтпен жасаймыз. Ешқандай ештеңе қоспаймыз, тек сүттің өзі. Кремнің 1/3 бөлігін салып, бірдей етіп жан-жағына бірдей етіп жағамыз. Екінші слой шоколадный, оған да пропитка жасаймыз сүтпен. Және кремнің қалған бөлігінен 2/1 бөлігін түйіл салып, бірдей етіп жағамыз. Үшінші бөлігі маковый, қалған кремімізді бетіне жағып шығамыз. Осы күйінде тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Ал біз бетіне жағатын кремді дайындаймыз. Бетін тегістеу үшін крем, сахарный пудра, маскарпоне және сливки және мак қосамыз. Барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Қоюлығы осындай болды. Енді оны пакетикке саламыз. Тортымызды тоңазытқыштан шығарып, бетін тегістеп шығамыз. Шпательдің көмегімен барынша жан-жағын, бортиктарын, яғни бетін барлығын барымызша тегістеп шығамыз. Қара шоколадты осындай пакетикке салып, микроволновкада қыздырып аламыз. Және суығаннан кейін бетін осылай әдемілейміз. Жалпы тортымыз дайын болды. Енді бетіне жазуға немесе жеміс-жидектермен басқашалай әдемілеуге болады.
достар, егер видео ұнаса, мені қолдап лайк басып комментарий қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Ас болсын.